Barşаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге балаларға мантыны ішіндегі етімен жегізудің лайфхагын ұсынамын. Ол үшін мантыны өте ұсақ форматта жасауымыз керек. Алдымен қамырын үйреміз. Жұмыртқаға тұз қосып, жақсылап араластырып, үстіне су құямыз. Жақсылап араластырамыз, үстіне ұн қосамыз, қамыр үйреміз. Дайын болған қамырымызды тындырып қоямыз. Фаршқа тайко мен жуа қостым, тұз бен бұрыш қостым. Қамырымызды жаямыз. Дайын болған қамырымызды үлкен мен және кіші бөліктерге бөлеміз. Үстіне фаршымызды салып шығып, әдемілеп манты жасаймыз. Менде осындай екі көлемдегі әдемі мантылар шықты. 45 минуттай пісіреміз. Енді подливасын дайындаймыз. Қызып тұрған тавамызға май салып, үстіне пияз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Пиязымыз жұмсарғаннан кейін үстіне сәбіз саламыз. Кішкене тұз қосамыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған жансая. Достар, менің видеоларыма лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.